Сәлеметсіңдер ме достар? Бүгін сендермен сайқымаза. Балалар, бүгін қандай күн екенін білесіңдер ме? Бүгін 1 мамыр халықаралық ынтымақтастық, достық, бірлік күні. Сол үшін өз жақындарыңды қуантқыларың келсе, мен сендерге керемет ашық хат жасап беретемін. Ол үшін бізге түрлі түсті қағаз бен пластилин керек. Сендерде бар ғой солай ма? Түрлі түсті қағаздан осындай бұтақ жасап аламыз. Пластилиннен жапырақ және домалақ түрлі түсті дөңгелектер жасаймыз. Әдемілеп бұтақтарымызға жапырақтарды жапсыра бастаймыз. Сонан соң күлді жасаймыз. Бірінші сары домалақпен жан-жағына түрлі түсті қызыл домалақтарды жапсырып қоямыз. Достар, мен өз ашық хатымды жасап болдым. Енді кезек сендерден осындай ашық хат күтемін. Көрдіңдер ме? Қандай әдемі, барлығы сендер үшін. Мерекелерің